Азаматтық авиация академиясында стереотип бар, тек қана ұшқыштар дайындайды деп. Бізде ұшқыштар дайындайды, бірақ тікұшаққа дайындайтын пилоттарымыз бар. Одан қосалқы диспетчер мамандарын дайындайды, механик мамандығын дайындау, яғни осы кабинет механиктар даярлауға арналған. Енді бізде әртүрлі бағдарламалар бар дедік. Соның ішінде айтып кететін болсақ, авиациялық қауіпсіздік мамандығын даярлаймыз. Сол студенттер даярлау барысында біз профайлинг деген сабақты оқытамыз. Vibra-Image бағдарламасын қолдана аламыз. Яғни Vibra-Image тек қана сабақ барысында емес, ол аэропортта да қолданады. Жол жүруші адамдардың потоктары болған кезде осы камера арқылы олардың қобалжуы, олардың мазасыздығын, жалпылама күйлерін анықтайды. Ал микрорежим болатын болса, бұл жерде жеке адам камераға қарап отырады. Сол кездегі оның психоэмоционалдық күйін осы әртүрлі түстер арқылы біле аламыз. Бізде 3 симулятор бар. Алсим, Airbus, Boeing деген. Осының бірі осы Алсим деген симуляторымыз болып табылады. Алсим симуляторға екінші курс студенттері тәжірибе жинақтауға келеді. Шамамен 50 сағаттай ұшу керек. Бұл жерде кабинаның инструменттері бар. Практика бастар алдын, студенттер негізі тренинг өтеді, кабинамен танысады, әр инструменттермен, әр осы кнопкалармен. Енді келесі симуляторға барып көрсек, бұл жерде Boeing симуляторына барсақ. Бұл Boeing 737 деген симуляторымыз болып табылады. Бұл симулятордың ішінде байқап отырсаңыздар, инструкторы Отличный Сергей Данилович, одан кейін 4-ші курс студенттеріміз отыр. Сейчас мы выполняем тренировку. Қазір біз Амстердам аэродромында 27-ші ұшу жолағында жаттығу жұмыстарын өткізіп жатырмыз. Ұшудан бұрын FMS-ті толтырамыз. FMS-ті компьютердің экранында толтырамыз. Алдымен барлық деректерді енгіземіз. Ұшуға дайындықты аяқтаған соң диспетчерден рұқсат сұрап ұшуға болады. Бұл жүйе өте заманауи және көптеген тапсырмаларды орындайды. Болашақ пилоттарды ұшу кезінде болуы мүмкін ерекше жағдайларға дайындайды. Назарларыңызда тұрған бұл ұшақ типіндегі ұшқышсыз ұшу аппараттары. Атауы қашықтықтан басқарылатын авиациялық жүйелер. Яғни ұшақ типі болғандықтан бұл жерде көбіне барлау, іздестіру жұмыстарымен және де басқа да азаматтық авиацияда болсын, әскери авиацияда болсын, арнайы авиациялық жұмыстарды орындаумен айналысады. Бұл экранда көріп тұрғандарыңызда белгіленген маршрут, яғни бастапқы аэродром біз Алматыдан таңдадық және осы Ыстықкөлдің бойымен Қырғызстанға, сондай-ақ қайта Қазақстанға, Астанаға ұшуға болады. Осылай маршрутты таңдап, осындай бастапқы дайындықтан өтуге болады. Біздің академиямызда жалпы жеңіл типтегі дрондарды құрастырылып, 3D принтер арқылы жасап шығарып, ары қарай бағдарламаны енгізіп, студенттер 1-2 курстан бастап, сол нәрсемен айналысып, өздерінің болашақтарына дайындық жасайды. Мына жақта назарларыңызда сондай дронның бір түрі, бұл қазіргі таңда тек оқу жаттығуға арналған, яғни құрастыру, бір-біріне жалғау, штаттан тыс жағдайға арналған. 72 студентіміз қазір көптеген мемлекеттерден келіп білім алуда. Және де айтып кететін жағдай, біздің түлектер қазіргі таңда 89% жұмысқа орналасады. Және де дүниежүзілік деңгейде де біздің студенттер қызмет атқару барысында. Ол бізге үлкен мақтаныш, себебі бұл жердегі мамандықтардың, яғни халықаралық деңгейдегі талаптарға сай екендігін білдіреді.